Отау бағдарламасы бойынша пәтерді қалай таңдауға және брондауға болады? Әр кезеңнен бірге өтейік. Ең бастысы, пәтерді брондау алдында сіз ипотека бойынша мақұлдауды алуыңыз қажет. Мұны сіз өзіңіздің қалаңыздағы отбасы банктың бөлімшесінде жүзеге асыра аласыз. Отау немесе наурыз бағдарламасы бойынша пәтерді брондау үшін отбасы банк.kz баспана маркетплейсіне кіріп, тіркеуден өту немесе оған есептік жазба бойынша өз логиніңіз бен пароліңіз бойынша кіру қажет. Өз есептік жазбаңызға кіргеннен кейін басты бетте отау және наурыз пәтерлері бар қосымша бет пайда болады. Әрі қарай объектіні таңдап, толығырақ батырмасын басамыз. Содан кейін сіз объект туралы егжей-тегжейлі ақпаратпен таныса аласыз. Қалай жоспарланғанын көре аласыз және өзіңізге ұнайтын пәтер түрін таңдай аласыз. Таңдағаннан кейін брондау батырмасын басу қажет. Брондау үшін қолжетімді пәтерді таңдап, пәтерді таңдау батырмасын басамыз. Әрі қарай отау немесе наурыз бағдарламасы бойынша тұрғын үйді брондау туралы өтінішке қол қою қажет. Өтінішке қол қою батырмасын басыңыз, сіздің нөміріңізге OTP коды келеді. Оны көрсету және растау батырмасын басу қажет. Құттықтаймыз! Сіздің пәтеріңіз сәтті брондалды. Енді сіз 10 жұмыс күні ішінде осы объектінің құрылыс салушысы мен үлестік қатысу шартына немесе сатып алу, сату келісім шартына қол қою қажет. Қоныс тойы тезірек болсын. Сіздің отбасы банк.